Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге творожный пирог жасайтын боламыз. Барлық заттардың құрамын видеоның астына описанияға жазып қоятын боламын. Ең алдымен ыдысқа ұнымызды саламыз. Ұнымыз высший сорт болу керек және міндетті түрде ситадан өткізіп аламыз. Сосын сары майымызды саламыз. Сары май мендегі шедевр сары майы қатты мұздай болу керек, өйткені біз оны теркадан өткізетін боламыз. Майымызды ұнмен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қопсытқыш пен шым тұз және шекер саламыз. Бір жұмыртқа салып, барлығын жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Қатты да емес, жұмсақ та емес қамыр болып шығады. Қамырымызды пищевая пленкаға салып, жарты сағатқа немесе 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Қамырымыз дайын болды, енді начинкасын дайындаймыз. Мендегі осындай творог, президенттің творогы. 2 жұмыртқамызды саламыз. Мендегі қаймақ 20% қаймақ. Барлық затымызды жақсылап блендермен езіп аламыз. Начинканы соңына дейін толықтай езіп аламыз. Егер миксермен езсеңіздер, ол іртік-іртік болып қалуы мүмкін. Сол үшін блендермен езіп аламыз. Осындай формамызға пергамент қағазды қоямыз. Мендегі форманың диаметрі 25 см. Холодильниктен қамырымызды алып, жайып шығатын боламыз. Бірінші осылай жан жақтарына қойып шығамыз, одан соң ортасына жайып шығатын боламыз. Қамырымыз дайын болды, енді осының үстіне начинканы құямыз. Түп-түзу қылып жайып шығамыз. Және ягода саламыз. Малина немесе смородина немесе вишня салсаңыздар болады, дәнегі болмаса болды. 150 градуста қысып тұрған пеште 35 минут пісіріп аламыз. Пештен шығарғандан кейін пирогымыз толықтай суыған күтеміз. Содан соң пышақпен кесіп алып, шеттерін формадан шығарамыз. Пирогымыз дайын болды, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Әйгерім, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген тәттілермен бөлісетін боламын.